Әр қазақтың асыға күтетін мейрамы Наурыз. Наурыз табиғаттың тылсымы мен ғалам ғажайыптарын бойына жиған ерекше мереке. Осыны терең ұғына білген бабаларымыз бұл күнді жыл басы деп есептеген. Күн мен түн теңелетін, жер жаһанға шаттық пен қуаныш сыйлайтын, ізгіліктің нұры төгілетін мейрам осы. Наурыз мейрамының және бір ерекшелігі бұл күні жақсы тілек тілеу, араз ағайынмен жарасу, табысу секілді адамгершілік қасиеттер көрініс табады. Жаңару мен жасампаздықтың бастауы болған ырыс пен берекенің арқауы саналатын Наурыз мейрамы Махамбет университетінде де кең көлемде тойлануда. Мереке қарсаңында білім ордасында салтанатты кеш ұйымдастырылды. Алғаш болып сөз алған Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің басқарма төрағасы, ректор, биология ғылымдарының кандидаты, профессор Серғалиев Нұрлан Хабибуллаұлы Ақжарма тілегін жеткізді. Барша ұжымды ұлыстың ұлы күні жаңа жыл бастауымен құттықтады. Құрметті әріптестер, қадірлі Махамбет университетінің ұжымы. Наурыз халқымыздың тірлігі мен бірлігінің ырысы мен берекесімен көрінісі. Наурыз жыл басы ғана емес, бұл ең алдымен ізгілік пен жақсылықтың мейрамы. Оны өздеріңіз білесіздер, жаңа балаларымыз айтып отыр. Қадірлі ағайымыз, ежеден ырыс пен берекенің арқауы болған аз наурызымыз, қажырлы еңбектеріңізге толағай табыстар тілеймін. Еліміздің бірлігі бекемделіп, бақ берекеміз арта берсін. Ұлысымыз ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, бәріміз аман болайық. Рахмет. Осы кеште 90 жылдық тарихы бар қара шаңырақта талмай қызмет жасап, ғылым беру саласындағы ерекше еңбегі үшін бір қатар жандар марапатталды. Атап айтқанда, осы күні Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін төсбелгісі, Қазақстан Республикасының ғылым мен жоғары білім министрлігінің құрмет грамотасы мен алғыс хаттар табысталды. Оған қоса бастауыш кәсіподағы тарапынан шипажайларға жолдама берілді. Әр жыл сайын жасампаздығы мен қуаты артып келе жатқан білім ордасының ажары мен айбыны да осындай игі дәстүрлерімізбен асқақтай бермек. Расымен барлық марапат иелері жастарды оқыту мен тәрбиелеуге, кадрларды дайындауға, аймақтағы әлеуметтік мәдени саланың дамуына елеулі үлес қосқан оқытушылар мен қызметкерлер. Жалпы университетіміздің ұжымын, әріптестерді, студенттерімізді осы келген мерекемен құттықтаймын. Әрине жаңа жыл жаңа табыстар әкелсін. Ұжымымыздың жетістіктері молая берсін. Әр қашанда осындай мерекелерде жеткен жетістіктерімізді көрсетуге мүмкіндіктер туып отырсын. Мен ойлаймын, осы өзіміздің ұлттық мерекенің қарсаңында өздеріміз көріп жатырық университеттің ұжымы қол жеткізіп жатқан жетістіктерді. Сондықтан да әрине ол үшін ұжым бірігіп, күштерін салып, жаңа биіктерге жету үшін жаңа талаптарға сай, жаңа мүмкіндіктерді пайдаланып, сол табыстарға жетуге мүмкіндік бар. Сондықтан мереке құтты болсын. Барша ұжым мүшелерін мерекемен құттықтаймын. Салтанатты кеш арнайы мерекелік бағдарламамен жалғасты. Сахнада күй күмбірлеп, ән шалқыды. Наурыз дастарханы жайылып, қонақтарға ұлттық тағамдар ұсынылды. Ең бастысы мереке барлығына ұмытылмас әсер қалдырды. Ендеше көктемнің жаңа шуағы бәрімізге жаңа шабыт, жаңа табыс, таусылмас күш қуат әкелсін. Әр үйде бақыт пен қуаныш мол болсын.